Қалайсыздар? Маған үнемі көптеген адамдар айтып жатады, бүкірейіп жүремін дейді. Телефонға көп үңілгендіктен біз бүкірейіп әдет болып кеткен, тіпті 7 жастан 70 жасқа дейін көптеген адамдар қазір бүкірейеді, арқаға тұз жиналады. Содан арылатын жолдарды, бір-екі жолдарын көрсетпекпін. Йога жаттығулар, мүмкін болса денені қыздырып алып жасаған әрине эффектіна дейді, көбірек көмектеседі. Дегенмен сіздерге жақсы жаттығулармен бөліспекпін. Ал енді кеттік. Бірінші осылай коврикке жатып аласыздар. Асты қойып жоғары көтересіздер. Осылай көтеріп отырасыздар. Бірер минут және осылай көтеремін. Мүмкін болса тағы да өстіп көтересіздер. Өстіп тізені қойып көтеруге де болады. Яғни баяу музыкамен жасаған әрине жақсы. Одан кейін басты былайынан бір көтересіздер, аяқты жинап, осылай ұстап бір көтересіздер. Үшінші, осылай кіндікпен тұрып тартасыздар. Осылай 2-3 минут. Күніне жасасаңыздар, бүкірею неше түрлі корсеттік алудың қажеті жоқ. Олардан пайда азырақ болады. Осы жаттығулар маған көп көмектескен. Қазіргі таңда бүкіреймен көріп отырсыздар. Стресс, арқадағы тұз жинаудың бәрін кетіреді. Маған жазылыңыздар. Осылай жақсы өзіңіздерге пайдалы жаттығуларды үнемі көрсетіп тұратын боламын.